Саламатсыздар ма? Мен алдында бір видео салған болатын, мынау холканы қалай кетіруге болатын, марафонға қатыстым деп. Сол кезде жалғастырып көрсетем дедім да, сол күйі видеоны салмай кеттім. Подворот кетіруге бар, барлық ерінді үлкейту, қастың блефаропластика жасатпай-ақ, қабақты шығару, солардың бәрі бар да. Сонымен басынан бастап көрсетейін. Енді ең бірінші беттегі әжім, салбырау бәрін кетіру үшін бірінші осанкамызды дұрыстауымыз керек. Барлығы осы осанкадан басталады. Мысалы, бұлай жүрсек, көбінесе телефон ұстаймыз, осылай жүріп қаламыз. Сонымен аяқ дәуе береді, мына жақ үлкейе береді. Сонымен әжім де кете береді екен, бәрі шыға береді содан. Бұлай жүрсек, уже басқаша. Сол үшін, осылай істеу үшін ең бірінші азанда ұйқыдан тұрғанда күні бойы жүргенде мынандай есік бар ғой, проем деймін. Соны мына екі жағынан ұстаймыз да, осылай тартыламыз. Тіке 30 секунд басында істегенде 30 секундтан бастасаңыздар болады. Осылай қатты тартылып, тіке басты ұстап 30 секунд тұру керек. Мен көкем қолымдан шығартып жүргенім, чтобы олар көкем ұзамасын. Бұл бірінші жаттығу. Енді екіншісін көрсетем. Екінші видеода.